қазақ елі бүгін Талдықорған төрінде үлкен іс-шара асыл жүрек бойынша жаңағы волонтерларға үлкен бүгін құрмет көрсетіліп жатыр, сый беріліп жатыр. Осы жерде біз қазір Алла қаласа Алматыдан Мадияр бауырымыз келді. Мадияр бауырымыз осы жерде мұқтаж отбасыға 366 баспананы табыстауға келді. Сол қуанышты бірге көрейік, куә болайық. Рахмет. Алла бауырымыз бүгін өздеріңіз жаңа естігендей тағы бір отбасын қуантуға тырысып жатырмыз. Осындай бір мерекелі кеште, осы кештің соңы тағы да бір жақсылықпен жалғасын деп отырмыз. Дәл қазір іште үлкен кеш жүріп жатыр. Еріктілерді марапаттап жатыр. Ал енді осы жерде Ақмарал анамыз бар. Бес бірдей бүлдіршінді бағып, қағып, жалғыз өзі осы күнге қиналса да жетіп, сабыр етіп, осы бір қиын күндердің барлығы дәл қазір артта қалды деп айтуға болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 1000 теңгеге баспана акциясының аясында 366-шы баспананың кілті табысталғалы тұр. Барлығымыз бірге қарайық, тамашалайық, құтты болсын деп бірге айтайық. Жүріңіздер. Үлкен іс-шара. Бұл іс-шараның соңы үлкен бір жақсылықпен жалғасады. Анамыз әлі бүгін бес бірдей бүлдіршіннің осы сахнада отыр. Қазір аман бауырымыз екеуміз кешіп көреміз. Арнамызды шақырады, сол жерден біз аманымыз шақырып баланы бағып қағып, тағдырдың тәлкегіне ұшыраса да Алланың сынағына сабыр етіп шыдаған үшін бүгін бір үлкен сый шығар. Алланың берген сыйы халықтың бойындағы жылулығы осы Ақмаралдай анамызға бес бүлдіршіннің арманы орындалып, 366-шы баспананың кілті Ақмарал анамызға табысталады. Ертең керемет, Ақмарал ханым. Келіңіз, ортада сахнаға келіңіз. Қарекет қорының 366-шы пәтері мінекей сізден, сіздің бүлдіршіндеріңізге беріп отыр. Құттықтаймыз! Ваши громкие аплодисменты, друзья! Қандай бақыттысы Қазақтағайын. 1000 теңгеге баспана акциясының аясында қазақтың осы жылу жинау дәстүрі қайта жаңғырып, заманауи жаңғырып, бүгін үлкен жетістікке жетіп жатыр. Қиын күндердің барлығы артта қалды. Кішкентай бүлдіршіндеріміздің бақытты сәттерін көру үшін бүкіл қазақ елі атсалысты. Бүгін осы бір үлкен қуанышты күнде баршамыз сіздерді құттықтаймыз. Баспананың кілтін табыстауға рұқсат беріңіз. Мінекей, Мадияр мырза, Амангелді мырза, көп рахмет сіздерге. Алланың нұры жаусын дейміз. Аямай арқандарыңызды аямай, қошемет соғып отырыңыздар, құрметті достар. Кәреге ертекке сүйретіп сөзіңіздер. Міне. Жаңа баспанада, жаңа қоныс тойдыға, қуаныштарға тек шаттыққа толы болсын дейміз. Аплодисменты деткам, друзья. Давайте поддержим, поаплодируем. Өзіңізден білек алсыз. Біз бала-шағамызбен өте қуаныштымыз. Біріншіден халқыма рахмет айтамын. Осындай жетімін, жесірін тастамай көмектесіп баспана алып жатқандарыңызға.
Гүлмира Мұқанқызына, Мадияр бауырымызға, Аман бабамызға, осындай көптеген қазақтың жігіттері көп бола берсін. Көп алғыс айтамын, рахмет. Сізге рахмет. Бұйыртса берекелі болсын шаңырақтарыңыз. Ал құрметті қазақ елі, сүйінші тағы да бір үлкен қуанышты күн. Бүгін қазақ елінде тағы да бір отбасы баспаналы болды. Барша қазақ баспаналы болсын. Бүгін Ақмарал анамыздың қызмет еткен жандарға шын алғысын қабыл алыңыздар. Қатты толқып тұрмын енді қуаныштан. Не айтам, қазақ халқыма рахмет. Біріншіден осындай жетім-жесірлеріне көмек беріп, баспаналы қылып жатқандарына, Қарекет қайырымдылық қорына рахмет. Гүлмира Мұқанқызымызға, Мадияр бауырымызға, Аман сияқты бауырларымызға, осыны бауырларымыз көп болсын. Рахмет бәріңізге, халқыма алғыс айтамын. Шын жүректен алғысты қабыл алыңыздар. Әрбір қазақ баспаналы болсын дейміз. Бүгін шын жүректен еріктілерді құттықтап жатыр. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Шаршамаңыздар, шалдықпаңыздар. Қуанышты күндерде жүздесе берейік, құрметті қазақ елі. Аман болыңыздар.